Коронавирус инфекциясы COVID-19 2019 жылдың желтоқсан айында Қытайдың Ухань қаласында анықталды. Алғашқы белгілері: мұрыннан су ағу, құрғақ жөтел, тамақ ауруы. Екінші белгілері: дене қызуының көтерілуі, пневмония, тұншығу. Аурудың белгілері жұқтырғаннан кейін 14 күн ішінде пайда болуы мүмкін. Қауіпті топтар кімдер? 60 жастан асқан кісілер, қант диабеті, жүрек-қан тамыры аурулары, өкпе аурулары, басқа да созылмалы аурулары бар адамдар. Вирус қалай беріледі? Ауру адаммен тығыз байланыста болғанда, түшкіргенде, жөтелгенде, ауа тамшылары арқылы вирус жұққан заттардың бетінен. Қазіргі таңда коронавирустың вакцина және арнайы емдеу жоқ. Дайын болыңыз. Ақпаратты тек сенімді жерден алыңыз. Коронавирус туралы барлық фактілерді тексеріңіз. Халық арасында ұялы телефондар арқылы таратылған ақпараттарға сенбеңіз. Қолыңызды үнемі сабынмен жуыңыз, немесе спирті бар заттармен барынша жиі өңдеу де өте маңызды. Түшкіргенде және жөтелгенде мұрын мен ауызды шынтақтың бүгілген жермен немесе майлықпен жабу қажет. Содан кейін майлықты жабық контейнерге тастау керек. Сіздің әрекетіңіз: тұмаудың белгілері бар адамдармен қарым-қатынасын аулақ болыңыз. Үйден шықпаңыз. Карантин кезінде қоғамдық орындарға барудан бас тартыңыз. Жуылмаған қолмен бетіңізді, көзіңізді ұстамаңыз. Отырған орныңызды үнемі залалсыздандырыңыз. Бөлмеңізді үнемі желдетіп, ылғалды матамен сүртіп отырыңыз. Ортақ ыдыстан тамақ ішпеңіз. Ортақ гигиеналық заттарды қолданбаңыз. Үйде өзіңіз ем қабылдаудан сақ болыңыз. Егер сіз өзіңізден коронавирустың, тұмаудың немесе жедел респираторлық аурулардың белгілерін байқасаңыз, тез арада медициналық жедел жәрдем көмегін шақырыңыз. Сақтану шаралары: бетперделер біріншіден жұқпалы ауру тасымалдаушы адамнан қорғану үшін қажет. Себебі бұл дерт симптомсыз өтуі мүмкін болғандықтан, жұқпа симптомы бар адамдарға ғана қажет деп ойлау қате. Әсіресе жабық үй-жайды ескеру абзал. Медициналық қолғап орынды қолданған жағдайда ауруды жұқтырып алудан қорғайды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.